кітап оқысаң рахаттанасың, оқымасаң қиналасың. Қазіргі таңда кітап оқымай жас балалар компьютерға, телефонға үңіліп отырады. Бір секундтың ішінде қаншама пайдасыз видеолар көреді, ашуланады, қуанады. Бұның барлығы оқушының, баланың ағзасына өте зиян тигізіп жатады. Кітап оқудың пайдасы өте көп. Кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі. Екінші, кітап оқу жадыны және ойлауды дамытады. Яғни көп оқыған адам жады мықты, тез ойланып, тез қорыта алады. Кітап оқу көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі. Сонымен қатар кітап оқу сөздік қорды байытады және жалпы сауатты деңгейін арттырады. Мына видеода көріп отырсаңыздар, кітап оқымайтын адамның жүйкесінде нейрондардың осылай құлдырап өлуін көруге болады. Ал мынау жаңа нейрондар. Жаңа нейрондар қалай дамиды, қалай өседі. Адам көп оқып, ізденіп, бір жаңа белестерді, жаңа істерді жүзеге асырған кезде олардың нейрондары бір-біріне жалғасып байланысқа түседі екен. Сіздер көріп отырғандай, мына видеода нейрондар тіріліп, бір-бірімен байланысып жатыр. Адам миындағы нейрондар өлмес үшін, оның есте сақтау қабілетін дамыту үшін осындай жаттығуларды жасап, үнемі кітап оқып, адам өз-өзін күту керек. Ем болсын.